Бозатау районы. Бүгін бұл районда да үлкен жаңаланулар жүз беріп, халықтың тұрмыш сарайаты жақсыланбақта. Алып барылып атырған дүретушілік ісілер, жаңадан бой тікілеген имараттар болса, көрген көзді қуандырады. Әлбетте бұндай өзгерістер менен халқымызды таныстыруда Ғалаба хабар құралдары уәкілдеріне де жауапкершілік жүктелген. Солай етіп, медиатур қатынасушыларының дәстүрлі мәнзілі Өзбекстан Республикасы президентінің басламасы менен өткен жылы заманауи ұсылда салып біткерілген Бозатау санаториясы болды. Ол жерде демалушылар үшін жаратылған шарайат имканиятлар менен жақыннан танысты. 200 орынға мөлшерленген санаторияда 20-ға жақын бағдарларда медициналық сауаландыру һәм реабилитация қызметлері көрсетіледі екен. Bozatau sanatoriyasi hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan 2025-yil 17-oktyabr kuni ishga tushirildi. Bozatau sanatoriyasi 200 ta o'ringa dam oluvchilarni qabul qilish, sog'lomlashtirishga mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Bozatau sanatoriyasida asosan terapevtik, tayanch harakat tizimi kasalliklari hamda kardiologik, nevrologik kasalliklarni sog'lomlashtirish va davolash ishlari olib boriladi. Bu sanatoriyamizda balneologik bo'limdan iborat hamda fizioterapevtik bo'limdan iborat sog'lomlashtirish, davolash bo'limi tashkil qilingan. Bundan tashqari qo'shimcha dam oluvchilarga basseyn hamda sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari yaratilgan. Bugungi kunda prezidentimizning tashabbusi bilan barpo qilingan bu sanatoriyamizda Qoraqalpog'istonning olis chekka hududlarida bo'lgan Bozatau tumanidagi 70 dan oshiq ishsiz yoshlar ish bilan ta'minlanib, doimiy bandligi ta'minlandi. Bugungi kunda ular o'z faoliyatini olib bormoqda. Санаторияға тек қана Өзбекстанның барлық уәлаятларынан демалушылар келіп қана қалмастан, қоғыстас мемлекеттерден де келіп атырғаны мәлім болды. Хақиқатында да сыртқы һәм ішкі көрінісі кімнің болса да диққатын тартады. Мен Алматыдан келіп отырман. Мінекей 10 күннің ішіндегі бұл жердегі санатория Бозатау районында ашылған Бозатау санаториясына рахмет. Ашып берген президентімізге де рахмет. Біздерді басынан анализдеріміздің бәрін алып қайтадан неге емлеп жатыр. Лечениенің түр-түрі бар. Бұл жерде бір лечениелерді мен басқа санаторияға бардым, бірақ мына жердегі 1-2 лечение о жақта жоқ. Енді мынандай санатория Ташкентте бар болғанменен ішіндегі лечениелердің айырмашылығы бар. Мынада мысалы жемшужіне ванна дейді, су асты ванна дейді, массажный. Бәрі осы жерде бар екен. Мен хайран қалдым. Енді өзім де жылда келіп тұрайын десем, тап 6 айдан келгендім тәуір көріп тұрман. Тамақлары сондай жақсы, өзіңнің неңе қарап бәрі тамақлар пісіріліп жатыр. Санаторияның ашылуыменен аймақ бұқараларының бәнділігінің тәминленуіне де ерсілді. Ешбір демалу орындарынан қалыспайтұғын заманауи санаторияда жұмыс істеудің өзі кеулерде мақтаныш сезімдерін пайда етері сөзсіз. Мен 3 жылдан бері үйде жұмыссыз отырып едім. Осы санатория ашылу шарапаты менен мен қожалық бикесі лауазымына осы жерге жұмысқа келдім. Міне осы санатория ашылғанына жүдә қуаныштымыз. Тек мен емес, бұл жерде жастар, бір 10-12 хаял қызлар тұрақлы жұмыс орнымен тәминленіп, қазір өз шаңырағын тербету үшін өзінің үлесін қосып, минет істеп жатырды Сударгайда. Алдын бақшада істедім. Бозатау районына қарасы 9 салы бақшада бас аспаз лауазымда істеген мен. Бозатау санаториясында аспаз лауазымда жұмыс істеп бармақтаман. Октябрь айында ашылды. Осы Бозатау санатория ашылған президентіміз назары түскен итибарыменен санаторияға жұмысқа кіріп отырмыз. Мен өзім медколледжде оқыдым. Оқуды біткергеннен кейін 6 ай болмай жұмысқа кірдім. Себебі біздерде сондай имканиятлар жаратылып жатырды. Президентіміздің назары түскеннің арқасында біздер жұмыспен тәминленіп жатырмыз. Мен сол жұмыспен тәминленгенімізге, сөйде жұмыс істеп жатқаныма қуаныштымын. Мен бұл жерде өзім медбрат болып жұмыс істеймін. Әртүрлі ванна, су асты массажы, гряз, парафин, душ, әртүрлі медициналық жәрдемдерді көрсетеміз. Солай етіп пресс-тур қатынасушыларының кейінгі мәзілі аймақтағы әкім жәрдемшілерінің ұсынысы текарында банкілерден жеңілдетілген кредиттер алып, өзінің жұмыспенен бәнділігін тәминлеп атырған бұқаралардың шаңырақлары болды. 83 бұқараның жұмыссыз деп табылған болса, соның 25 бұқарамызға имтиязлы
12% имтияз кредит ажыратылып, оның бәнділігі тәмінленді. Ондан кейін 3 камбағал шаңырағымызға аспап үскенеге суды алып берілді. Һәм олардың бәнділігі тәмінленді. Аймағымызда Рамберген атамызға Министрлік комитетінің 317 саналы қарарына тикар намыналы тамарқа 41 миллион 200 мың сомға субсидия ажыратылды. Қазіргі күнде өзінің тамарқасында капуста, палхарелерді раважландырып, ел халыққа ен жайдырып жатыр да. Жастар бұдан өрнек алып, ендігі жылы өздері ниеті де бар екенлігі айтып келіп жатыр да. Мұражатлармен келген бұқараларымызға өзімізде жеңілдетілген кредитлерді ұсыныс етеміз. Аймағымызда ашылып жатырған жұмыссыз қызларға, қыз келіншектерге текстильныйға жұмысқа мұрат етіп, олардың бәнділігін тәмелеуге әрекет етіп жатырмыз. Өз-өзін бәндетке бұқараларымыздан бар жеңілдетілген кредит алып. Көпшілігі шаруашылық, құсшылық, теплица жөнелісінде өзінің жұмысларын алып барып жатыр да. Районда әрбір бұқараның бәнділігін тәмелеуге этибар қаратылған. Бүгін бұқаралар беріліп атырған жеңілдетілген кредитлер субсидиялардан пайдаланып, үй шараятында да өзін-өзі бәнд етіп, қосымша дарамат табу әрекетінде. Құсқанатау ауыл бұқаралар жиын тұрғыны Рамберген Қожаниязов бұндай имканияттан пайдаланып, пал хәрешілікпенен шұғыланып жатыр. Бұл ең бірінші бәһәрден басылып, өзімнің бағымда алма, алмұрт, әр түрлі нәлелерім бар. Bir 250-300 тіптейін бағым бар. Соның гүллерінен жинайды. Астына жоңышқа егіп қойыппын, соның гүлінен жинайды. Алысқа да бармайды. Дөңгелегімде алыс болғанда да жақын. Әйтеуір 3 километрге жеген бұлар барып келіп жинайды. Шеңгелдің гүлі пайдалы, жігілдіктің гүлі пайдалы. Ең мазалы, пайдалы балы май айында болады да. Аймақ тұрғыны Қияс Келімжайып банктен 50 миллион сом жеңілдетілген кредит есабынан Қашқадария уәлаятынан 13 бас қой сатып алған. 2 ай ішінде олардың бас санын 20-ға жеткерген. Қойды март айында келдік. Қашқадариядан келді қойлар. 50 миллион жеңілдетілген кредит есабынан хакім жәрдемші тарапынан 13 бас қой алдық. Бүгін күнде 8 бас әзір туды. Бізде бітке жақсы масласа деген, Құда қалесе жақын арада бәрі туып болғаннан қошқар қоямыз. 6 айдан кейін туады деп жатырды, күз айына және туатын шығар. Президентіміз тарапынан жеңілдетілген кредит беріліп жатыр Бозатау районға деп 12%. Соған барып хакім жәрдемшісіне хабарластым. Сол арқылы берілді. Бізде бітке жақсы масласып көніп кете береді екен бұл. 1-2 витаминнелерін әкеп салдық. Қазірше ол жемнің керегі жоқ. Жеріміз от. Азында 1-2 сағат бағып келеміз. Содан жатат әбеттен беслері шығарамыз салқынға. Жақсы бәрі. Осы аймақ тұрғыны Малика Жолдаспаева да жұмыссыз еді. Хакім жәрдемшісінің көмегіменен өзі қызыққан құшылықпенен шұғыланып бастады. Сондай-ақ үй қапталындағы қитақ жерінен картошка жетістіруді де жолға қойған. Себебі ауыл қожалығы әрбір шаңырақ үшін қосымша табыс дерегі. Құрметті президентіміз тарапынан жастарға деген жеңілдетілген кредит пайызлардан пайдаланған халда 5 миллион кредит алдым. Ham содан тамарқа егу жеңіл, картошка егіп атырмыз. Егіслік егінлерді егеміз, мейве. Ham одан тысқары құсшылық, парандашылықпенен де шұғылданамыз. Алдағы мақсатларым осы құсшылық, парандашылықты раважландыру, шаңыраққа дарамат кіргізу осылар арқылы. Аймақлардағы хакім жәрдемшілері бұқаралардың бәнділігін тәмелеу, өзін-өзі бәнд етіп үй шараятында да дарамат табуда жақыннан жәрдем беріп келмекте. Соның нәтижесі болса керек, бәнділік мәселесі орларда өз шешімін тауып жатыр. Біздің аймағымызда қазір уақытта 5552 адам тұрады, 812 қожалық. Қазіргі 2026 жылы 5 ай давамында бұқаралардың бәнділігін тәмелеу бойынша имтиязды кредит әмде тұрақты жұмысқа жайғастыру бойынша жұмыстар алып барып жатырмыз. Бүгінгі күнде президентіміздің тапсырмасымен, яғни 2026 жылы 5 февралда қабыл етілген 49 қарарына тикар Бозатау районы үшін 12% жеңілдетілген кредит есабында март айынан бастап халыққа имтиязды кредит беріп жатырмыз. Қазіргі уақытта 25 бұқараның имтиязды кредит бойынша өзінің бәнділігін тәмеледік, әмді 625 миллион сом кредит шығардық. Әмде одан басқа 12 жұмыссыз бұқараны тұрақлы жұмыспенен тәмеледік. Істеп шығару бойынша халқымыздың қызығушылығы жүдә артқан, әмде сол бойынша имтиязды кредитлер беріп жатырмыз. Яғни айтқан жеңіл конструкция бойынша магазиндер, көшірмелі, бұларға 50 миллион сом мағдарында кредит беріп жатырмыз. 12% болған үшін халықтың қызығушылығы артып жатыр, кредитке деген қызығушылығы.
сол мақсатта олардың мақсатын жөнелтіп жіберу мақсатында har қайсысымен бірме-бір сөйлесіп, жақсы нәтижеге ерісу үшін мақсатлы пайдаланып жатырмыз, кредит жөнелсін деп. Аймақлардағы һәм бұқаралардың тұрмысындағы жаңаланулар менен танысқан Қалаба хабар құраллары қызметкерлері үшін баспасөз конференциясы шөлкемдестіріліп, онда районда алып барылып жатырған жұмыстар һәм алдыға қойылған межелер бойынша мағлұматлар да берілді.